Сәлем достар, бүгін сіздермен духовкада тез дайындалатын өте дәмді тауық етінен жасалатын тағамды дайындаймыз. Достар, ең алдымен менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер, қандай рецепті алдағы уақытта көргілеріңіз келеді. Бізге ең алдымен тауықтың сан еті керек, және приправалар. Мына жерде менде кептірілген чеснок, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз және паприка, орегано қостым. Пияз, сәбіз, болгар бұрышы және сарымсақ, апельсинді қостым және майонез. Ең алдымен осылай тауықтың сан еттерін осылай пышақпен тескілеп қоямыз, себебі жаңағыдай маринадымыз жақсы сіңу үшін. Осылай барлық приправаларды саламыз, апельсиннің шырынын қосамыз, өте дәмді болып шығады. Және бұның үстіне майонезімізді қосамыз. Осылай араластырып аламыз. Және пиязымыздың бір дана немесе екі данасын қоссаңыздар да болады. Және чеснокты қостым. Осылай майдалап турап, чеснок та пияз да көп болса, өте дәмді және сочный болып шығады тамақтарыңыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз да холодильникке жарты сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Енді кезекте осындай духовканың табасына пергаментті төсеп, барлық тауық еттерін жаңағыдай қойып шығамыз. Және мен мына жерде тағы да пиязды турап, болгарский перецті де турадым, болгар бұрышын бірге қосып, сәбіз. Осылай әртүрлі формада жасасаңыздар да болады. Және картоптарымызды осылай турап, барлығын жаңа маринадталған ыдысымыздың ішіне салып, араластырып аламыз. Және үстіне мен паприка, тұз және орегано қостым. Және үстіне сұйық майымызды қосып, 2 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Сонымен осылай жақсылап араластырамыз. Енді осы немізге, табамызға барлығын салып, біркелкі етіп араластырып аламыз да духовкамызда 200 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Бетіне қалауларыңызша жаңағыдай пияз, аскөктер қоссаңыздар болады. Мен пиязбен жаңағыдай укропты қостым. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Фариза Шалқарқызы.